Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Николь Шерзингер жайлы айтамыз. Николь Шерзингер батыс музыка сахнасының жарқын жұлдызы. Танымал R&B және поп әнші өзінің керемет вокалдық қабілеттерімен мұхиттың екі жағындағы мыңдаған жанкүйерлерді баурап алды. Әншінің кез келген сахнаға шығуы ұмытылмас оқиғаға айналады. Жанкүйерлер кумирдің әрбір қадамын қадағалайды. Николь 1978 жылы 29 маусымда Гавайи астанасы Гонолулуда дүниеге келген. Әншінің әкесі Альфонсо Валиенте, филиппиндік ал анасы Розмари Элекалани. Жұлдыздың ата-анасы бірнеше жыл бірге тұрып, 1981 жылы ажырасқан. Осыдан кейін анасы мен қызы Кентукки қаласына көшті. Көп ұзамай Розмари екінші рет Гарри Шерзингерге тұрмысқа шығады. Бала кезінде Николь сіңлісі Киаламен бірге қатал және қатаң тәртіпте өсті, өйткені қыздардың ата-анасы католиктер болды. Николь жас кезінен бастап шығармашылыққа қызығушылық танытты. Қыз өнер мектебінде оқып, жергілікті театр қойылымдарына қатысқанды ұнататын. Орта мектепті бітіргеннен кейін Шерзингер Райт мемлекеттік университетіне оқуға түсіп, актерлік өнерді оқи бастады. Алайда 1999 жылы Николь әншілік мансабы үшін оқуды тастап кетті. Жас кезінде пьесаларға қатысу және актерлік шеберлікті үйрену Никольге Days of the News тобына бек-вокалист ретінде кіруге көмектесті. 1999 жылы команда екінші альбомын жазды, бірақ содан кейін Шерзингер командадан кетті. Көп ұзамай Бэрри Дрейкпен бірге өсіп келе жатқан жұлдыз екі ән дайындап 2001 жылы көпшілікке ұсынды. Сол жылы әнші американдық жұлдыздар фабрикасында өзін қатты жариялады. Содан кейін ол Eden's Crush тобына шақыру алды. Жаңа қыздар тобы тыңдаушылар арасында танымал болды. Ал бірінші Get Over Yourself әні бірден Billboard Hot 100 әндерінің ондығына енді. Басқа хиттарда сәтті болды, бірақ топтың ғұмыры ұзақ болмады. London Sire Records продюсерлік компаниясы жабылғаннан кейін топта тарап кетті. Николь топтан кеткеніне өкінген жоқ. Eden's Crush'те жұмыс істеу жас әнші үшін тым қиын болды. Күн сайын 4 басқа қатысушымен сөзге келіп, Шерзингер үнемі стрессті бастан кешірді. Кейінірек әнші сұхбатында топтағы қыздар Шерзингерді амбициялы және тәкаппар деп санағанын мойындаған. Сол себепті жанжалдар топтың құрылғанынан бастап соңына дейін болған. 2003 жылы Николь The Pussycat Dolls тобына кіргені мәлім. Топ бастапқы кезеңінде тек бишілер ретінде әрекет етіп, кабаре стиліндегі жарқын көріністерді көрсетті. Анда-санда әнші актрисалар қосылып, жеке концерттер дайындайтын. Николь командаға жақсы сіңіп, топтың дауысы және көшбасшысы болды. 2005 жылы Pussycat Dolls поп тобының дебюттік альбомы шықты. Ол 2 рет платина сертификатына ие болды. Сонымен қатар осы дискідегі 2 композиция Don't Shy and Stick With You чарттардың жоғарғы жағына жетті. 2006 жылы команда жаңа әндермен гастрольдік сапарға шықты. Сонымен қатар Никольға барлық негізгі вокалдық бөліктер берілді. Бұл командада Николь өзін толық аша алды және қыздың таланттары бағаланды. Сол 2006 жылы Максим журналының рейтингі бойынша әнші 22 орынға ие болып, Hot 100 тізіміне енді. Оның сыртқы деректерінің арқасында әншінің бойы 165 см, салмағы 56 кг. 2008 жылы Никольдің суреті Men's Fitness ерлер журналының мұқабасында пайда болды. Талантты орындаушы бір ғана жобамен шектелген жоқ. Әртіс басқа танымал адамдармен бірлесіп, жаңа әндерді үнемі жаздырған. 2005 жылы Николь актер Уилл Смит, регги әншісі Шаги және опера әншісі Виктория Григоламен бірге өнер көрсетті. Келесі жылы Шерзингер американдық орындаушы Авантпен Lie About Us лирикалық композициясын, сондай-ақ рэпер Дидимен бірге Come to Me жандырғыш әнін жазды. 2 жылдан кейін Николь The X Factor британдық нұсқасына және Pussycat Dolls Present Girlicious жанды қойылымына қатысты. Басқа артистермен белсенді ынтымақтастықтың Никольге 2008 жылы шыққан Doll Domination деп аталатын The Pussycat Dolls жаңа альбомы бойынша жұмыс істеуге кедергі болмады. Сондай-ақ 2006-2008 жылдары жұлдыз «Оның аты Николь»
Her Николь деген атпен жеке альбомды жарыққа шығарды. Альбомның ресми тұсаукесері жоспарланған 2009 жыл емес, 2 жылдан кейін өтті. Нәтижесінде тіпті дискінің аты да өзгерді. Ол қазір Killer Love деп аталады. Альбомда аңызға айналған Стингпен бірге Шерзингердің орындауындағы ән болды. Шерзингер Энрикемен бірге орындаған Heartbeat әнінің ремиксте жанкүйерлерді таң қалдырды. 2010 жылы Pussycat Dolls шығармашылық қызметін уақытша тоқтатты, ал әнші өз жеке мансабын жалғастырды. 2013 жылы Николь елорданың 15 жылдығына арналған үлкен концертте өнер көрсету үшін Қазақстанға келді. Бір жылдан кейін Шерзингер поп-музыка мен ырғақ пен блюзді біріктіретін Big Fat Lie атты екінші жеке альбомын шығарды. 2017 жылы Ұлыбританияда Николь Саймон Кауэлл, Шерон Осборн және Луис Уолшпен бірге X-Factor жобасында төреші болды. 2019 жылдың қарашасында әртіс әлеуметтік желіде Кармин Батчер, Эшли Робертс, Джессика Сатта, Кимберли Уайт, Pussycat Dolls тобының қайта бірігетіні туралы жазба жариялады. 2020 жылдың 7 ақпанында команда Access Records лейблдің қолдауымен React синглін шығарды. Талантты әнші бірнеше рет актриса ретінде фильмдерге түсті. 2001 жылы Николь «Менің әйелім» және «Балаларым» отбасылық сериалында ойнады. Ал келесі жылы ол «Жарды жарым» ситкомында қатысуымен көрермендерді қуантты. Содан кейін әртістің киножобаларға қатысуы «Махаббаттың құны жоқ» комедиясының түсірілімімен жалғасты. 2005 жылы Шерзингер Ума Турман, Джон Траволта, Винс Вон және басқа да жұлдыздар ойнаған «Мықты бол» криминалды комедиясында пайда болды. 1-2 жылдан кейін Николь Нил Патрик Харрис, Джош Реднер, Джейсон Сигел және Элисон Ханиган ойнаған «Анаңды қалай кездестірдім» атты танымал сериалында канадалық жұлдыздың рөлін сомдады. 2012 жылы әнші Бористің дос қызы Лили рөлін сомдаған «Қара киімді адамдар 3» экшн фильмінде басты рөлді сомдады. 2013 жылы Паганини шайтанның скрипкашысы, ол үшін виртуоз музыкант Дэвид Гарретпен және Николь Шарлоттың ариясын жазды. 2016 жылы Шерзингер Моана мультфильмінің дубляжына қатысты. Әртүрлі қанның тасымалдаушысы бола отырып, Николь жарқын экзотикалық келбетке ие болды. Шоу-бизнеске шыға салысымен сұлу келбетті, қара тері, сәл қиғаш көзді өнер иесі жұртшылықтың назарын бірден аударды. Кейінірек жеке мансаппен айналысқан Шерзингер Pussycat Dolls мүшесі болған кезде булимиядан зардап шеккенін және денесін жек көретінін мойындаған. Уақыт өте келе әртіс өзінің тамақтануының бұзылуын жеңе алды. Бұқаралық ақпарат құралдарында Николь мұрнының пішінін өзгертіп, еріндерін үлкейтіп, омырауына ота жасатқан деген болжамдар бірнеше рет пайда болды. Жанкүйерлер әншінің 2000 жылдардың басындағы және одан кейінгі фотосуреттерін жиі салыстырып, қауесеттердің рас па екенін түсінуге тырысады. Шерзингердің өзі бұл болжамдарға түсініктеме бермейді. Әнші дене пішінін сақтап, үнемі жаттығу жасап, дұрыс тамақтанады. Актриса да өзін макияжсыз көрсетуден тартынбайды. Сіз қалай ойлайсыз, ол операцияға жүгінді ме? 2020 жылы Николь регби клубының ойыншысы Том Эванспен қарым-қатынасты бастағаны белгілі болды. Ғашықтар X-Factor жобасында кездесті. Онда Шерзингер қазылар алқасының мүшесі, ал Эванс байқауға қатысушы болды. Жанкүйерлер желіге бұл романтика көптен күткен некеге әкеледі деп үміттенді. Жанкүйерлердің үміті іс жүзінде 2023 жылдың маусымында ақталды. Николь үйлену туралы ұсыныс алғанын хабарлады. Бұл ерлі-зайыптылар Гавайиде демалып жатқан кезде романтикалық жағдайда болды. Шерзингер Instagram аккаунтында жариялаған суретте Томның тізерлеп тұрған және сақина қорабын созып тұрғанын көрсететін және «Я дедім» деген жазба қосқан. Қазір Николь шығармашылық мансабын жалғастыруда. Instagram парақшасында әнші жанкүйерлермен өмірі мен шығармашылығында болып жатқан оқиғалар туралы жаңалықтармен бөліседі.
Бүгінгі шығарылым осымен аяқталды. Ұнаса лайк басып, командама тіркеліңіздер. Келесі кездескенше.